2020 жылы Шымкентте небәрі 2 адаммен жұмысын бастаған Саги текстігін фабрикасы бүгінде айына 15 мың дана майка шығарады. Мұнда ерлерге арналған майка, іш киім мен футболка, балалар шорт үй мен жейде тігеді. Қазір фабрикада 10 шақты тігінші жұмыс істейді, алайда маман тапшы. Сон кадровый голод бар өте үлкен. Адамдар келмейді біздің неге. Тігін маманы, технолог маманы, конструктор маманы, барлық мамандар. Бізде сдельная оплата труда 150 мың мен 200, жақсы істесе 250-ге дейін барады. Мысалы, программа жазғанбыз, сдельныймен тігеді. Ал жоғарғы недегі адамдар 250 мың, 300 мың алады, ондай зарплата алатындар да бар. Қарлығаш Калинова бұл жерде 2 жылдан бері еңбек етіп келеді. Бір күнде 500-ден аса балалар қысқа шалбарын тігеді. Балалардың шортын алдыңғы бөлшектерін жалғаймын бір-біріне. Біздегі мына материалдар өте жақсы материалдар, тігуге де ыңғайлы. Балалардың кигеніне де жұмсақ, әрі терлетпейді, өте жақсы, сұранысқа көп ие. Ерлер киімі байрақ және белес брендімен сатылып жатыр. Өнімді Қазақстан Республикасы бойынша сатамыз. Алматы қаласына, батыс жаққа өтеді, және де солтүстік жақта енді шығып жатыр. Өтімділігі ең көп өтімділігі осы Түркістан облысында отандық өнімнің өтімділігі өте жақсы. Фабрика оңтүстік арнайы экономикалық аймағында орналасқан. 2025 жылы халық тұтынатын үздік тауар номинациясын жеңіп, Шымкенттің үздік тауар өндірушісі атанды. Каспий онлайн маркетінде жылдың үздік дүкені болды.